кетчуп қосылған салаттың дәмі қалай болар екен деп бір қызық болды. Инстаграм, тикток желісінде үнемі алдымнан шыға бергеннен соң бір жасап көрейінші дедім. Шыны керек, алғаш рет жасадым. Көкөністерімізді алдымен жақсылап жуып тазартып аламыз. Бізге қажетті көкөністер қияр, қызанақ, тұздалған қияр, болгар бұрышы. Барлығын дәл видеодағыдай қатты майда қылмай, ірілеп турап дайындап аламыз. Болгар бұрышында ірілеп турап, қызып тұрған майға салып, шамамен бір 2-3 минут көлемінде қуырамыз. Қатты езілгенше ұзақ уақыт қуырудың қажеті жоқ, қыздар. Болгар бұрышымызды осылай 2-3 минут қуырып алғаннан соң, ыстық күйінде жаңағы турап дайындап қойған көкөністеріміздің үстіне маймен бірге қосамыз. Осы кезде көкөністерді негізі барынша үлкендеу, ыңғайлы ыдысқа салыңыздар, араластыруға ыңғайлы болу үшін. Одан кейін чесногымызды майдалап турап саламыз. Үгіштен өткізсеңіздер де болады. Базардан осындай дайын корейский салат алдым. Піскен етті осылай ірілеп тураймыз. Қалаған ас көктеріңізді қоссаңыздар болады. Менде укроп бар екен, укроп қостым. Одан кейін кетчуп қосамыз. Мендегі кетчуп шашликке арналған кетчуп. Дәміне қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Дәл осы рецептпен менде үлкен көлемдегі 4 тарелка шықты, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Той жиындарда дастарханға қойсаңыздар, дым қалмай желінетін салат деп айта аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.